Нұрик, досым. Қалай жағдай? Қалайсың досым? Тоқта. Қақта жүрсің сен? Көтіне мудрый ұстап бір теппей кешірмей ме сені? Болды тебесің. Жоқ, қазір тебеуім керек. Қазір теппейсің ғой. Қойшы сен де. Семір абай, қақта жүрсің сен? Акс, әке тыңдаңызшы мен. Базар жоқ ініңізбін. Бірақ мен де өтініш айта алатын шығармын. Карта бұл постоянно бере бермейді ғой сізге. Әдемі келіп жатыр едіңіз ғой. Не көрінді сонша? Пазиндан сатам деп жатсыз уже. Акс, мен бұл заттардың бәрін карта қолы сатып отқан жоқ. Енді? Шешем больницада жатыр. Үлкен суммада ақша керек. Дәрігерлер ат жаман диагноз қойған. 20 минут ұйықтап алсам бола ма мен? Жөні, любой жерге жатшы. Бүгін мына заведение біздікі. Еркек, биік. Болды. Маған бір 20 минут уақыт беріңдер, мен новый болып оралам. Салафане. Алло, дәке. Все, бәрі дайын. Я сол адрес. Тарсылдатпай жай жүрсіңдерші. Қалай, үйге. Оп, не деген ұйқы мынау? Нұрик! Барс! Қаяқтан бар? Жодам, келмеді мәл? Жоқ, келген жоқ. Соған қарағанда бірдеңе болған сияқты. Саған ештеңе деп айтқан жоқ па? Дальше не істейтінімізді? Ештеңе айтқан жоқ саған ше? Жоқ, айтқан жоқ қой сол. Мүмкін емес. Елге қалдырды ғой, базаны жақсылап қарау керек сияқты. Сөйтіп кеттік. Мәке, әкең жұмысқа көп келіп жүр соңғы кездер. Мен тірлігі болғаннан кейін келеді ғой. Жалпы Дәркені танисыз ғой? Өте опасный адам ше. Мен оның тірлігін бітіріп беріп адым. Ол менің тірлігімді бітіріп береді. Бір-біріміздің керегімізге жарап атсақ, ол не жаман? Жалпы сақ болайықшы деген ғой, Мәке. Онымен жұмыс істескен адамдар қазір оңып жатқан жоқ. Апсик, уайымдамашы. Сен мен айтқанымды істеп, тірлігімді тындыра берсең. Түсіндің ба? Ана, бухгалтерге апарып берші. Болып қойыңызшы. Решим дедім ғой мен саған. Звонда бермеші ма? Давай, все. Все хорошо, давай. Радан, Че там? анау 48 сағат болды, сөйлемейді, мазақ қылып отыр, зай болушы. Қинасаңдар сен. Қинап жатырсың, Радан. Вообще су, тамақ бермеңдер. Өзіңізге бір адам бір ауыз сөйлесіп кетесіз ғой. Қазір жарты сағаттан кейін барам. Болды, хорошо. Мен келген кезде әміріңізге құлдық деп тұратын болсын. Болды, бір адам. Давай, бар. Хорошо. Кеше не болды өз? Мақс болып қапты, о жаманы.
мас кезде нормально отырған ғой сен? Ей, мен де ұшып кеттім. Ештеңе есімде жоқ. Нүрек қақта? Білмеймін. Телефоны өшік. Жатқан шығар бұл жерде. Ауырайып. Ауырмайды ол. Қатты ішті бірақ кеше. Ой, бір фляг ішсе де ауырмайды ол. Білем ғой мен оны. Жүре береттім болмағандай. Примерно есімде ше. Өнер кеп атыр еді, дәу. Сен көмекшілерің емес па? Мен көмекшім шығар, может, мен ақ кетуге келген шығар. Жоқ, сен көмекшілерін танимын мен, олар емес. Қатты бейт, не қылмасың онда сен шатасып па бір нәрсе батқан жасым жөне. Бұш, не қыласың оны? Білмеймін, жүрегім бірдеңе сезіп тұр ше. Содан осылардан бірдеңе үшін айран бір бойын. Жөне, уайымдамашы, тамағың іш жоқ, бұш. Айтпақшы, местоположение анықтай алмайдым. Телефондан сигнал барлығы өшіп қалған. Явно Дәркеннің қолында болып тұр ол. Әбден мүмкін. Қойшы жайлы саған бірден айтты ма? Иә. Бірақ оның қолында еш нәрсе жоқ. Біраз нәрсе білетін болып тұр ол. Нүрек бекерден бекер айтпайды. Мәке, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам, Акс. Қайсыз, братан? Жақсы ма, сен өзің қайсың? Жақсы, шүкір. Не қылатсыз? Мына пұталар пұтап сен деген ғой. Өзің қайдан келе жатсың? Шырттай болып. Орталыққа түсіп жатқан ғой. Шаш алдырып, кішкене киініп. Мамашкин жағдай қалай болды, братан? Мамашка бір қалыпты ғой. Бәрі кеп ақшаға кеп тірелер, білесің ғой. Мәке. Мынаны алыңыз, брат. Не ол? Үйге деп жинап жүрген ақшам еді. Мамашкин еміне көмек болсын. Жоқ, Акс, аламаймын. Жоқ, Мәке, алыңыз. Үй алынады, Құдай қаласа, ден сау болсын. Главный, Мамашкин емдетіп алыңызшы. Акс, өзім бірдеңе қылып табамын. Үйге деп жинап отқан ақшаны болмайды, аламын. Мәке, ініңіздің атынан көмек ретінде алыңызшы. Бауыртаңды да қателеспеген екен бұл. Мәке, қиын кезде Нурик братан қанша көмек берді. Сіз де қанша рет поддержка бердіңіз. Енді мен кезегім келген сияқты. Рахмет ниетіңе, Акс. Не істегейсіңдер? Мен қонағымды ұрып тастапсыңдар ғой, жұмысына ма сендер, естерің дұрыс па? Не істегейсіңдер? Ё-майо! Мен сендерге айттым ғой, дұрыстап күтіңдер, құрметті қонағым дедім ғой. Не мынау? Қашаннан бері қонағың бұлай күтетін болғасты. Соған қарағанда маған қатты көтің ашыған сияқты ғой, Қалай күтуім керек еді, сен? Қадірлі қонағыңа бір үзім нан мен қара суын табылмады ма? Мен білетін Дәркен. По понятиям жүретін достойный мужик еді. Жоқ. Білесің сен жанды жерден ұстау керек екен, Умный болады, бар ғой. Давай, нақ тұрсыңдар, давай, тез дастархан жайып. Жақсылап күтіп қойып. Бар, дастархан алып кел. Тез. Сен қолын шеш.
Сен менде дастарханда соқ көрейін. Мүмкін керегіме жарап қаларсың, а? Осы жер ме өзі? Адам тұрмайтын сияқты ғой. Тұратын сияқты көрейік та. Хозяин! Кім бар ой? Хозяин! Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Кімсіңдер? Ерсін деген ағаны іздеп жүрік. Жоқ. Не іздедіңдер? Өрік деген жігіттің сәлемдемесін алып келгенбіз ғой. Өрек? Қолдарын жуыңдар да, ішке кіріңдер. Кеттік. Өзің сөйлесін ama тіл тапсырмайын сияқты. Абзик, Ау Мәке? кешегі біз отқан ресторанның камерасындағы записьтер бар. Өшіріп тасташы. Тыныштық па Мәке? Тыныштық емес. Жөне біраз нәрсе көрген болып тұр ғой. Қалай көреді? Қалай кешегі анан дозасын көбірек қоспайсың ба ішімдіктердің бәріне? Бәрін қостым ғой мен. Білмеймін мен. Короче, барып жуып шай анан, түсіндің ба? Не дай боқ бір косяк шығатын болса, көтіңді айырам абзиге. Нұрик, осы елдер менімен танысқысы келеді, дос болғысы келеді, жұмыс жасағысы келеді менде. Сен қайдан шыққанда өзің, иә? Нақ менімен жауласында қалдың. Дәрген, мен сенімен жауласатын ойым болған жоқ. Наоборот, сен мен өзіңе жаулып қойдың. Сен мен жақын адамды өмірінен айырдың. Ой, біле, мен кімді өмірінен айырмай жатырмын? Надо будет сен өмірінен айырымна. Сен маған долженсың. Біле сен красовать етін, бір емес екі рет лақтырдың. Бірінші санау, картадан. Картада қашан әділдік болады? Картада кім шустрит еді, сол жеңеді ғой. Не үшін шустрит етін? Әлде мен танымайсың ба, білмейсің ба? Ол кезде мен картада туған бауырым жолықтырып қалдым. Ал мен туған бауырым үшін до конца барам. Ладно, понятно, бауыр үшін. Екіншісінде неге мен оны фальшивка тығып позорить етіп кеттің? Вот сен ол кезде өзің ответкаңды алдың. Сен, бля, пиздесің ғой, хуйушысың ғой. Бұл жерде диктовать етіп отырсың ғой. Мен бұл жерде диктовать ететін. Короче, әңгімен қысқасы. Сен маған жұмыс жасайсың. Мына косяктардың орнын толтырасың. Сонда ғана кешірем мен сені. И то ойланам. Допустим, сен мені кешіресің. Ал мен сені кешірмесем ше? В смысле сен кешірмесің? Сен сонда әлі осознать еткен жоқсың ба? Неге біз бір-бірімізге жауласып жүрік? Сен менің өмірімдегі ең қымбат адамдардың бірін өлтірдің. Сол үшін әлі ответкаңды аласың. Бұл саған аз. Сосын армандама. Мен саған никогда жұмыс жасамаймын. Айтпақшы, жақсы дайындапсың. Қолың дерт көрмесін. Сен, бля, пиздесің. Алып кетіңдерші мынаны. Ерсін деген бұл болмаса не үшін отырық? Ертерек іздеу керек еді. Иә? Нұрик не деді?
Ерсін аға керек еді негізі бізге. Айта бер. Тыңдап отырмын. Сіз ба? Кімге келгендерін білмейсіңдер ме? Сонда біреу мен ерсінмін десе, достарыңның құпиясын айтып кете салмақшысыңдар ма? Жоқ, олай емес. Ошын былай ереке. Үрекке сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Жоқ. Көмектесе алмаймын. Мен оған алдын айтқам. Тамақтарыңды ішіңдерді кете беріңдер. Ол қазір осы кісінің қолында. Осы фотоны көрсетсе, сізді көмектеседі деді. Короче, шектер, бізге Дәркенді бұрыннан танитын, білетін адам қажет. Бар ма ондай адам? Ерсін деген кісі бар. Дәркенге не қатысы бар ма? Кезінде екеуі серіктес болған. Кейін Дәркен оны жосқа қадап кеткен. Короче, мен Дәркеннің қолына түсіп қалсам, сендерге сол адам ғана көмектесе алады. Сол үшін оны осы жерге алып келулерің керек. Не ол? Ары қарай сендердің шаруаларың. ойбай жиен жоқ болмаймын енді, болды, бәрі күшті болады. Өмір осы. Не болса да сол кафеге бару керек ше, сол жақтан көру керек. Нурик ай. Келіңіз, жайғасыңыз. Сен Нұрияның ахуевші ғой, что-то. Неге? Маған прикол ұстап тұрған оң. Қолың дерт көрмесін дей ма, бір нәрсе айтып тұрна. Әке, дұрыстап түсіндіріп айтыңызшы, не болып жатыр өзі? Ана баланы бір жақты қыл, маған жұмыс жасасын. Мен сізге тауып беремін дедім ба? Тауып бердім. Дальше, олай келіскен жоқпыз ғой біз? Марс. Білмеймін анан, амалын тап қалай көндіресің, жұмысым жүрсін десең, көндір, маған жұмыс жасасын, сөйлесін. Әке, ашуланып тұрсыз қазір. Бір-екі бокал виски. Давай. Анауың блатной ғой, похуй ма дедім ғой, менің упор көрмей тұрам. Мені, ойлашы, маған оны өлтіріп қажет жоқ. Мен оны пайдалануым керек, жұмыс жасау керек ол маған. Давай сөйлес. Әке, ол просто қырсық адам да. Қазір ол мен сізге стап берген білсе, вообще ренжиді. Марс, короче, жұмысым жүрсін десең, көндіресің. Көндіре алмай дегесің, жұмысын тоқтайды. Все, айтқаным. Жігітше айтып тұрмын саған. Складта күтем. Қайдан көрдің бе? Марс? Че там? Кеше ана біз демалған ресторанға барған ғой. Сосын? Камерасын аштырып қарайын десем, рұқсат жоқ. Өшіріп тастағанбыз камераны, бір бірді қуып отыр, бірге барайықшы жүр. Мен ғой оны өшірткізген. Кеше дем аламыз дегенде ешкім білмей-ақ қойсын дедім да. Қой. Серьезно? Нұри уайым болды қойшы. Уайымдай бермеш, жөне болды. Қойшы. Қалай уайымдамайсың?
Айтпашыңа жағы шығып кеткен кім? Бір партнерім ба? Тұр танышы бір жерден көрген сияқтымын. Адам ұқсайды. Біреумен шатастырып отқан жүрсің. Может, да. Нұрик хабарласса айтшы маған обязательно, осыдан әдейі өшіріп тастаған болса телефон, мудрыш құсап, обязательно тебіп көтінен. Жоқ, сен де хабарласса маған сразу айт, хорошо? Болды, давай. Жақсы. Ресторанға тағы барып көремін мен ше. Оламын ма? Бұл да жағаласып, көтін қысып, тыныш жүрсе болады. Ереке, алып қояйық. Қолымыз жүре берсін. Жоқ, қол жүре бергенде досым. Кішкене жұмысқа да көңіл бөліп қою керек. Ереке жұмыс баяндамашы өзің. Шешем бәрі. Сен тек ойнаш. Болды, давай. Сәттілігіміз серік болсын кел. Ой, сәттілік енді үнемі серігіміз бола бермейді ғой. Кішкене жұмысты да қолға алайық. Карта қашанғы бере береді дейсің досым. Ереке қойшы. Уайымдамашы деймін, жұмысты өзім жеке-жеке қылам кел. Братамыз не істейік? Кете берейік па? Дәркенмен не байланыстырып жүр? Кім прав, кім не прав өзі? Көп нәрсе білмеймін бұлай. Бірақ Нұрик прав қой. Күте тұрыңдар. Қаша. Ойландың ба? Нені? Мен ұсынысымда. Білә Дәркен, мен саған жұмыс істегеннен не пайда маған? Мен саған жауабымды айттым конкретно. Қолыңнан не келеді, соны істеп тастап болды. Ай, Нұрик. Сенің жақын достарың менімен жұмыс жасап жатыр ғой. Олар сияқты болмайсың ба? Сен жалпы ойланасың ба, мына жерге қалай келдің, кім әкіп келді? Айшо, сатқындықты күтпедің ба не? Сатқындық жайлы сен айтайын дедің ба? Кім? Атың кім еді? Дәркорын. Қолыңнан не келеді, соны істеп тастап болды. Алло? Бәсін мен саған әлі керек едім ғой? Келмей қайда барасың? Досың аман пока что. Короче, сен... сұрақтарың бар ғой мен. Заебал ғой. Мен керекім ба тез келді, досым көндіріп все. Даже болса мен ренжітпесейші. Давай, тезей. Складкам меня. Жай. Я, бәке. Я, соны айналысып жатырмыз, бәке. Ол жағын уайымдамаңыз, шешеміз ғой, бәке. Жоқ. Ереке. Маған қол жүр. Досым, қояды шыққасын, сөйлесші. Жоқ, бәке. Бар. Ереке, сұрушын. Жоқ, досым. Бәке. Бәке, айып етпеңіз. Дәркенде бар ғой, бәке, ол теманың бәрін біледі. Ереке? Дәркен жайлы не білесіз?
Ол гнида жайында бәрін білем ғой. Нөріктен де хабар жоқ. Явно соның қолында ғой. Аман ба әйтеуір. Білмейміз ол жағын. Оның қолында қазір билік бар. Адам өлтіре салу оған проблема емес. Кірсеңші ішке, ақылдасайық. Кіре бер, қазір кірем. Жақсы. Нөрек. Шайнайсың ба? Сен менен шайнап қалған сияқты ма? Мал не айтып тұрсың сен? Өтірік па менен жеп қалғаның? Нарикон, мен саған тағы да айтамын. Менен ертерек құтыл. Мен әйтпесе сен түбіңе жетпей қоймаймын. Ой, бля, Нурик. Данный момент сен мен қасымдасың ғой. Тағдырыңды мен шешем қазір сен. Қалай болады, не болады? Жыныма тие бермесейші нақым. Нурик, дайындал енді. Маған сен сатып жіберген досың қазір көресің, ренжісің да айтасың. Жылап алсайшы.